Ертеде ай десе аузы, күн десе көзі бар ғажайып сұлу қыз өмір сүріпті. Дүниенің түкпір-түкпірінен жігіт сұлтандары келіп, осы қызды бір көруге құмартады екен. Қандай мырзалар келіп сөз салса да, ажарына сенген қыз олардың ешбіріне көңіл бөле қоймапты. Өз ауылында атақты бір азамат ойын білдірген екен, ол да оң пікір ести қоймапты. Қапа болған жігіт басқа қалаға көшіп кетеді. Отау тігіп, шаңырақ көтереді. Балалы шағалы, немерелі болады. Арада жылдар өткенде жігіт өзінің бұрынғы ауылына жолы түсіп келіп қалады. Баяғы өзі ғашық болған қыздың үйіне жақындаған уақытта өткен істері есіне түсіп кетіп, сұлу қыздың үйі жайлы сұрастыра бастайды. Көршілері ол қыздың тұрмыс құрып кеткенін айтады. Мұның ішінде қайтсем де маған тимеген қыз кімге бұйырғанын көруім керек деген ой туады. Бір шетте жасырынып отырып, қыздың үйінен күйеуінің шыққанын күтеді. Қараса, оның таңдаған ері жардай семіз, басы тазы және түрі де ұсынсыздау біреу екен. Өз көзіне өзі сенбейді. Күйеуі кете салысымен қақпаны қағады. Үйден шыққан әйелді тани кетіп, неге осындай адамға тұрмысқа шыққанын сұрайды. Әйел, мына үйдің артындағы бақшадан ең әдемі гүлді таңдап, жұлып әкеліп берсең, сұрағыңа жауап беремін. Бірақ бір шартым бар. Бақшадан гүл таңдағанда артыңа қарамай тек қана алға жылжи отырасың, дейді. Бақшаға кірсе, гүлдер бірінен бірі өткен көркем. Біреуін жылайын десе, екіншісі одан да әсем көрінеді. Сөйтіп, алға қарай жылжи береді. Қараса, бақшаның ең соңында жалғыз ғана гүл қалғанын байқайды. Түсі оңып, солып қалған болса да, шарт бойынша соны жұлуға мәжбүр болады. Мұны көрген қыз, көрдің бе, жақсыдан жақсыны таңдаймын деп жүргенде, өмір өтіп, ең жаманына да разы болуға мәжбүр болады екенсің, деп үйіне қайта кіріп кетеді.